Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай әдемі қайнатпалы қамыр, эклер, профитроликтің рецептін ұсынғым келеді. Ең алдымен кастрөлімізге су мен сүтімізді, шым-шым тұзымызды және бөлме температурасындағы майымызды салып араластырамыз. Орташа отқа қойып, майымызды толық ерітеміз. Мінекей біздің майымыз еріп жатыр. Біз дайындаған сұйықтықты қайнатпаймыз. Қайнауға жақын қалған кезде, қайнайын деп жатқан кезде бірден ұнымызды саламыз. Мінекей осындай аппақ көбіктер пайда бола бастайды үстінде. Ұнымыздың барлығын електен өткізіп бірден саламыз. Жақсылап барлығын араластырамыз. Үздіксіз араластырып тұрамыз. Себебі сіздің қамырыңыз асты жабысып қалуы мүмкін. Сол себепті осылай араластырып тұрамыз. Өзі қамырымыз кішкене бірігіп, әдемі болып қоюлана бастайды. Кемінде 2 минут араластырсақ жеткілікті. Қамырымыз дайын бола бастады. Қою болып, әдемі болып шықты. Енді осыны бөлек ыдысқа салып, міндетті түрде 1-2 минут араластыра отырып суытамыз. Қатты ыстық болмау керек, қатты салқын болмау керек, орташа жылы болып тұру керек. Ыстық болса сіздердің жұмыртқаларыңыз пісіп қалуы мүмкін. Осылай қолымызбен көре отырып, енді үстіне жұмыртқамызды бір-бірден сала отырып араластырамыз. Бастапқы уақытта кішкене араластыру қиынырақ болады қолмен араластырған кезде. Қасықтың көмегімен күш қатты түседі. Екінші жұмыртқамызды салып тағы да араластырамыз. Мен қолыммен араластырамын. Кішкене оңай болу үшін және тез араласу үшін, бірігу үшін осылай мен қолыммен тағы да араластырып аламын. Бізде қамыр әлі қою. Мен 3-ші жұмыртқаны салдым. Тағы да жақсылап араластырамыз. Осылай үстіне жұмыртқамызды салып араластырамыз. 4-ші жұмыртқаны салдым. Тағы да жақсылап араластырам. Кішкене қоюлығы тарқап, яғни сұйық бола бастады. Мінекей 5-ші жұмыртқаны салдым. Жақсылап тағы да араластырамын. Маған 5 жұмыртқа жеткілікті болды. Сіз 4 жұмыртқа салуыңыз мүмкін. Мүмкін 6 жұмыртқа салуыңыз мүмкін. Жұмыртқаның көлеміне де байланысты. Мінекей осылай қасықтан түскен кезде созылып түсу керек. Бірден түспеу керек. Осылай созылып әдемі болып түсу керек. Сонда сіздердің қамырларыңыз дайын. Осындай кондитер қапшығына салып аламын насадкамен. Бұл міндетті емес. Тек қасықтың көмегімен ғана құйып шықсаңыздар да болады. Мен осылай құйып жасаймын. Әрі ыңғайлы, әрі тез. Еш жағына бүлдірмей, шашпай осылай әдемі болып құйылады. Арасını жақындатпаймыз. Себебі қазір піскен кезде әдемі болып көмпейеді. Сол уақытта жабысып қалмау керек. Осылай алшақ-алшақ қылып құйып шығасыздар. Домалақ қылып құйсаңыздар да болады. Үлкен қылып құйсаңыздар да болады. Ол өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Қызып тұрған пешке алдын ала 180 градуста 30 минут пісіреміз. Мінекей біздің эклеріміз дайын болды. Өте әдемі, жұмсақ болып шығады.
қайнатпалы қамырымызға кез келген крем бола береді. Қайнатпалы крем де кете береді. Кілегеймен жасалған крем де болады. Мен кілегеймен жасалған крем пайдаландым. Осылай пышақтың көмегімен кішкене бір шетін осылай әдемілеп бүлдірмей тесіп алам және кремді құйып шығам. Әсемдігі үшін осылай қант ұнтағын сеуіп ұсынсаңыздар болады. Неге осындай әдемі болып шықты? Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Келген қонақтарыңызды осылай қуантсаңыздар болады. Дүкеннен сатып алып, әуре болмайсыздар. Дәмі ерекше шығады. Міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырыңыз. Сіздермен риза ас болсын.